Сәлеметсіңдер ме оқушылар, 7-ші сынып геометрия сабағын бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сыбайлас және вертикал бұрыштар. Осы сабақтан сендер сыбайлас және вертикал бұрыш ұғымымен танысасыңдар және оларды есептер шығаруда қолдануды үйренесіңдер. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауды басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңдар. Ал егер екі бұрыштың бір қабырғасы ортақ, қалған екі қабырғасы бір-біріне толықтауыш сәулелер болса, онда бұл бұрыштарды бізде сыбайлас бұрыштар деп айтады. Яғни қараңдар, бізде міне екі бұрыш берілген, міне АОВ және ВОС. Яғни бұл жердегі міне ОВ қабырғасы мына бұрышқа да тиісті, мына бұрышқа да тиісті. Яғни бұл қабырғасы ортақ, қалған мына екі қабырғасы мынаны бір-біріне толықтауыш сәулелер болып келген міне бұрышты бізде осы екі бұрышты сыбайлас бұрыштар деп айтады. Яғни бізде АОВ бұрышы мен ВОС бұрышы сыбайлас бұрыштар. Бұрыш АОВ және бұрыш ВОС сыбайлас. Бұл жерде қараңдар, осы сәулесі ОА сәулесіне екеуі бір-біріне толықтауыш сәулелер. Яғни екеуі қосылып бізде бір түзуді беріп тұр, иә? ОА мен ОС толықтауыш сәулелер. Қараңдар, осы жерде АОС бұрышы, яғни мына бұрыш бізде жазыңқы бұрыш болғандықтан бізде оның мына бұрыш пен мына екінші бұрыштың қосындысы бізде 180 градус береді. Яғни бұрыш АОВ қосу бұрыш ВОС, яғни мына бұрыш пен мына екеуін қосатын болсақ, бізде бұл нені береді? Бұрыш АОС, яғни міне АОС мына бұрышты береді. Бұл бұрыш бізде қанша градус береді? Жазыңқы бұрыш болғаннан кейін ол 180 градусты береді. Яғни бізде қараңдар, осыдан кеп шығады сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең деп. Ал егер бір бұрыштың қабырғалары екінші бұрыштың қабырғаларының толықтауыш сәулелері болса, онда бұл бұрыштарды вертикал бұрыштар деп айтады. Яғни қараңдар, міне бұрыш бірдің қабырғасы мынау, иә, мынау қабырғасы. Осының мына бұрыш үштің толықтауыш екеу қабырғалары бір-біріне толықтауыш сәулелер болып кеп жатыр. Осындай бұрыштарды бізде вертикал бұрыштар деп айтады. Яғни бұл жердегі бұрыш 1 мен бұрыш 3 вертикал. Мына екеуі бір-біріне вертикал. Сосын бұрыш 2 мен бұрыш 4 екеуі бір-біріне вертикал. Қараңдар, сыбайлас бұрыштардың қасиеті бойынша бізде бұрыш 1 қосылған бұрыш 2 тең, міне бұрыш 1 мен бұрыш 2 бір-біріне сыбайлас, ал бұрыш 1 мен бұрыш 3 вертикал, иә? Бұрыш 1 мен бұрыш 2-нің қосындысы бізде нені беретін еді? 180 градусты беретін еді. Ал бұрыш 1 мен бұрыш 4-тің қосындысы 180 градусты береді. Бұрыш 1 қосылған бұрыш 4 де 180 градусты береді. Бұрыш 2 мен бұрыш 3 де сыбайлас бұрыш. Олардың да қосындысы бізде 180 градусты береді. Бұрыш 3 пен бұрыш 4-тің қосындысы да бізде не болады? 180 градусқа тең болады. Енді қараңдар, осыдан кеп шығады бізде бұрыш 3-іміз, бұрыш 3, бұрыш 1 ол тең болады 180 градус азайту бұрыш 2-ге, иә? 180 градустан бұрыш 2-ні алсақ болады. Ал бұрыш 3-іміз де тең болады 180 градус азайту бұрыш 2 азайту өтеді бұрыш 2-ге. Сонда қараңдар, бұрыш 1 мен бұрыш 3 бір-біріне қандай болып тұр? Тең болып тұр. Себебі екеуі де 180 градустан екінші бұрышты алғанға тең болып тұр. Яғни бізде бұрыш 1 тең бұрыш 3, ал бұрыш 2 тең бұрыш 4. Осыдан қараңдар, яғни бізде вертикал бұрыштар өзара тең болады. Сонда міне бұрыш 1 мен бұрыш 3 тең, бұрыш 2 мен бұрыш 4 тең бұрыштар. Яғни себебі олар вертикал бұрыштар. Вертикал бұрыштар бізде тең болады. Қараңдар, бізде шамасы, яғни бізде шамасы 90 градусқа тең бұрыш бізде тік бұрыш деп айтылады. Ал бұл 90 градустан мындай кішілеу болса, бұл бізде 90 градустан, яғни кіші бұрыш бізде сүйір бұрыш деп айтылады. 90 градустан үлкен бұрыш бізде доғал бұрыш болады. Ал енді қараңдар, сыбайлас бұрыштардың бірі, мысалы бірі не болады? Сүйір бұрыш болатын болса, оған сыбайлас бұрыш доғал болатын, көрініп тұр, иә? Ал егер сыбайлас бұрыштардың біреуі доғал болды ма, екіншісі
сүйір бұрыш болады. Ал енді қараңдар, егер сыбайлас бұрыштардың бірі 90 градусқа тең ба, уже болды, бізде екіншісі де 90 градусты береді. Себебі сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180 градус болу керек. 90-ға 90-ды қоссақ, бізде 180 болады. Ал енді біз мысал қарастырайық. Қараңдар, бірінші мысал бізге айтады, сыбайлас бұрыштардың бірі екіншісінен 2 есе үлкен дейді. Осы бұрыштарды анықтайық дейді. Бізде геометрияда есеп берілді ме, алдымен біз не істейміз? Сызбасын сызып аламыз. Сызбасы дұрыс шықса, өзі сызбадан көрініп тұрады. Бізде не қылады? Сол сызба арқылы шығаруға болады. Сыбайлас бұрыштардың бірі, яғни екіншісінен 2 есе үлкен дейді. Яғни бірі екіншісінен 2 есе үлкен. Яғни бірін біз x деп алатын болсақ, екіншісі одан 2 есе үлкен 2x деп аламыз. А, О, В, мына жер С деп алайық. Қараңдар, онда берілген жазамыз. Берілгені бұрыш АОВ тең x, бұрыш ВОС тең 2x болып тұр да, бізде осы бұрыштарды не істеу керек болып тұр? Табу керек болып тұр. Табу керек бұрыш АОС және бұрыш ВОС-ны. Ол үшін жаңа айтқанымыздай бізде сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180 градусты беретін еді. Яғни бұрыш АОВ қосылған бұрыш ВОС тең 180 градус. Яғни шешуі 180 градус. Бұрыш АОВ бізде, қараңдар, мына АОС деген. Мына бұрыш, АОС, сосын ВОС. Яғни міне осы екі бұрыштардың қосындысы 180 градусты береді. Мына бұрышымыз бізде неге тең? X-ға тең. Қосу деймізді, мына екінші ВОС бұрышымыз десе 2x-ға тең. Тең 180 градус деп жазып аламыз. Енді қараңдар, x-ға 2x қоссақ бізде не болады? 3x болады да, 3x тең 180 градус болады. Осыдан x-ті табатын болсақ, біз не істейміз? 180 градусты 3-ге бөлеміз. Тең қанша болады? 60 градус болады. Қараңдар, бізде 60 градус бұл x-ға тең. Яғни осыдан қараңдар, бұрыш мынау АОВ емес, АОС берілгенде, яғни міне АОС, міне бірінші бұрыш x, міне екінші бұрыш, міне ВОС 2x. Бұрыш АОС тең x болып тұр ма? X-іміз неге тең? X-ің орнына апарып қоямыз. 60 градусқа тең. Ал енді біз міне бірінші бұрышты тауып алдық, яғни ол 60 градусқа тең екен. Бұрыш енді ВОС-ны табамыз. ВОС 2x болады. Бұл дегеніміз 2 көбейтілген x деген сөз. 2-ні біз неге көбейтеміз? 60 градусқа көбейтеміз, 120 градус шығады. Сонда қараңдар, бізде жауабы сыбайлас бұрыштардың біреуі 60 градус екен, екіншісі 120 градус екен. Міне екеуін қоссақ, бізде 180 шығады, онда біздің жауабымыз дұрыс екен. Ал енді қараңдар, А және В түзуі бізде, А түзуі және В түзуі бізде мына А нүктесіне қиылсын. Тең А нүктесіне қиылысып тұр. Енді қараңдар, сонда бізде мынандай 4 бұрыш пайда болады. Осы 4 бұрыштың 4 жазыңқы емес бұрыштар пайда болады. Соның біреуі бізде 90 градус болды ма, оның қалғандары да 90 градусқа тең болады. Себебі мына бұрыш пен мына бұрыш бізде вертикал бұрыш, вертикал бұрыштар тең болады. Бұл 90 ба, мына 90. Енді қараңдар, сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180 градус. Сыбайлас бұрыштардың бірі тік бұрыш болды ма, оның екіншісі де тік бұрыш болатын еді. Сонда бұл бұрыштардың барлығы 90 градус болып тұр. Қараңдар, бұл түзулер жөнінде біз өзара тік бұрыш жасап қиылысады деп айтуға болады. Яғни бізде А және В түзулер өзара қиылысады және олар тік бұрыш жасап қиылысып тұр деген сөз. Енді қараңдар, осыдан мынандай анықтама келіп шығады. Тік бұрыш жасап қиылысатын түзулерді бізде өзара перпендикуляр түзулер деп айтамыз. Яғни бұл жердегі А түзуі мен В түзуі міне перпендикуляр түзулер. Бізде перпендикуляр белгісі міне мына белгі. Яғни А мен В өзара перпендикуляр түзулер деп жазылады. Яғни бұны оқығанда А түзуі В түзуіне перпендикуляр деп оқиды. Осыдан қараңдар, бізде мынандай теорема келіп шығады. Теорема түзудің әрбір нүктесінен оған перпендикуляр болатын бір ғана түзу жүргізуге болады. Яғни біз міне А түзуін сызып алайын, осы А түзуінен бойынан мына А нүктесін алатын болсам, осы А нүктесі арқылы осы А түзуіне перпендикуляр бір ғана түзу жүргізем. Бізде осы А нүктесінен өтетін бірнеше түзулер жүргізуге болады, міне былай. Бұл бірақ
Қараңдар, мысалы мына В нүктесі В түзуі болса, А, В мен В түзуі перпендикуляр болып тұр. Мысалы мына С түзуі болса, қараңдар, С мен А түзуі перпендикуляр емес, олар қиылысып тұр тек А нүктесінде. Бізде мыналар қиылысып тұр, бірақ өзара перпендикуляр, тік бұрыш жасап қиылысып тұр деген сөз. Көп бірнеше түзу жүргізуге болады былай. Бірақ бізде берілген нүкте арқылы бір ғана перпендикуляр түзу жүргізуге болады. Қараңдар, бізде А нүктесі және А нүктесі арқылы өтпейтін мына А түзуі берілсін. Яғни А түзуі және А түзуінің бойына жатпайтын А нүктесі берілсін. Осы А нүктесі арқылы мен А түзуіне перпендикуляр жүргіземін. Және ол перпендикуляр А түзуін мына В нүктесінде қиып өтсін. Қараңдар, бізде сонда АВ кесіндісі А түзуіне түсірілген перпендикуляр деп айтады. Бұл жердегі В нүктесі перпендикулярдың табаны деп айтады. Яғни АВ перпендикуляр деп айтылады. Перпендикуляр. Ал В нүктесі перпендикулярдың табаны деп айтылады. Бұл жерде міне АВ кесіндісі перпендикуляр А түзуіне болып тұр. Бұл жердегі В нүктесі перпендикуляр табаны, АВ перпендикуляр, яғни міне перпендикуляр деп жазып қоямыз. Ал енді бұрыш биссектрисасына тоқталайық. Бұрышты тең екіге бөлетін, оның ішкі сәулесін осы бұрыштың биссектрисасы деп айтамыз. Яғни қараңдар, бізде ВАС бұрышы берілген, осы ВАС бұрышын теңдей екіге бөлетін АД сәулесі берілген. Осы АД сәулесі бізде бұрыштың биссектрисасы деп айтылады. Яғни бұл жерде қараңдар, себебі бұл бізде ВАС бұрышын теңдей екіге бөліп тұр. Сонда жазамыз міне ВАД бұрышы тең болады бұрыш ДАС-ға. Яғни ол тең болады бұрыш ВАС-ны екіге бөлген кездегі бұрышқа тең болады. Осыдан кеп шығады бізде АД ол биссектриса. Яғни АД сәулесі бізде ВАС бұрышының биссектрисасы. Биссектриса бұрыш ВАС бұрышының биссектрисасы болып тұр. Ал енді екінші мысалды қарастырайық. Екінші мысалда биссектрисасының бұрыш қабырғаларымен жасайтын бұрыштарының шамасы 90 градустан артық болмайтынын көрсетейік дейді. Ол үшін қараңдар, бізде өзі жалпы ең үлкен бұрыш бізде жазыңқы бұрыш, яғни жазыңқы бұрыш бізде 180 градусты беретін. Мысалы мынау АОВ бұрыш десек 180 градус. Ал енді осы жазыңқы бұрышқа мен биссектриса жүргізейін. Биссектриса дегеніміз ол бұрышты тең екіге бөлетін сәуле. Биссектриса жүргіздім. Сонда қараңдар, биссектриса жүргізген кезде ол бізде осы бұрышты 90 градусқа тең екі бұрышқа бөлетін. Бізде ешқашан бізде ең үлкен бұрыш 180 градус болғаннан кейін, оның да биссектрисасы 90 градусқа тең бұрыштарды бөледі, одан үлкен бұрыш болмайды. Бізде басқа бұрыштар 179 градус болуы мүмкін, 170, 90, 30 градус болуы мүмкін. Оларды бізде екіге бөлген кезде 90-нан артық градус бұрыш шықпайды. Міне бізде болды осы 90 градус ең үлкен бұрыштың өзі, бізде ең үлкен бұрыш 180 градус, оны тең екіге бөлген кезде 90 градус болады, одан артық бұрыш жоқ деген сөз. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер сабақ ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауды басып кетуді ұмытпаңдар.